Сәлем менің YouTube көрермендерім, қалдеріңіз қалай? Маған подписка жасамаған болсаңыздар, міндетті түрде подписка жасауды ұмытып кетпеңіздер. Себебі көптеген мен сіздерге ақпаратпен бөлісемін, және де өз білгеніммен, және менің әжемнің білгенімен бөлісетін боламын. Яғни өзімнің нағашы әжемнің өзіне пайдаланған дәрі-дәрмектер, сіз қалай өз ауруыңызды жеңіп отырған, мен сіздермен бөлісіп отырамын. Яғни қазіргі жағдайда давление көп, өте білесіздер, давление деген өте жоғары кісілерде бар. Оны енді көбісіңіз дәрі ішіп жатасыздар, оны білесіздер. Енді ауырып ем іздегенше ауырмай ем іздеңіздер. Сол себептен осындай қарапайым тіс шұқығыш, тіс шұқитын, және зубочистка деп айтамыз ғой. Зубочистканың арқасында біздер давлениені қалай түсіреміз. Бұл деген қарапайым қолымызды, алақанымызды көріп тұрсыздар, алақанымызды осылай ұстай отыра, сағат тілімен осылай айналдырып шығасыздар. Тағы да жақындап көрсетейін. Кішкентай саусақты көріп тұрсыздар ғой. Байқаңыздар. Қатты жарақатталып қалмасын қолдарыңыз. Жай ғана осылай міне қаттылап баса тұра осылай сағат тілімен айналдырып отырасыздар. Көрдіңіздер ғой. Келесі жағына міне сағат тілімен. Міне осылай тесіп отырып, байқаңыздар, қолыңызды жарақаттап алмаңыздар. Осылай жасай отыра, сіздерде өз қан қысымыңызды, давлениеңізді түсіре аласыздар. Және де түсіріп қана қоймай, өте көңілді, керемет бір настроениемен жүресіз, бодрый болып, прям соны сіздер жасап көріңіздер. Күніне бір 3 реттен жасаңыздар. Сонда нәтижесін көретін боласыздар. Давлениеңіз көтеріңкі, өте көтеріңкі адамдар соны үнемі жасап жүріңіздерші, ауырмайсыздар. Сонда давленияларыңыз, қан қысымдарыңыз төмендеп, өте керемет бір кәдімгідей бір күшті настроениемен жүресіздер. Ал ем болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қарапайым зубочисткамен де давление түсіруге болатынын кім білген?